Оразмамбет Тұрманбетұлы атындағы Маңғыстау индустриалды техникалық колледжі біздің бизнес идеямыз асхана ашу. Топ тренері Сегізбаева Жанат Қожахметқызы. Мен топ мүшесі Өтеген Ерасыл. Мен Әбдіхалық Жақсылық. Мен Балғабай Бизат. Біздің бизнес идея мақсатымыз әр ірі ұйымда ыстық тамақ өнімдері бар. Бұл мектептер мен колледждерде, балабақшалар, түрлі зауыттар. Қысқаша айтқанда бұл халықты ыстық тамақпен қамтамасыз ету бойынша қызметтер. Түскі асқа келгенде үйіміз әлі алыс болғанда қайсымыз жақын жердегі асханаға жүгірмеуіміз керек болды. Асхана дегеніміз не? Әдетте түсіндіруге тұрарлық нәрсе емес. Компания жұмысшылар, оқушылар немесе туристер туралы мәселе болса, аспаздық өнімдерді өндіру аптасына немесе әртүрлі диеталарға байланысты қызмет көрсетеді. Бұдан басқа кәсіп орын дайын өнімдерді сатуға және тұтынуға жағдай жасайды. Біздің бизнес модельдің канвасы бірінші басты құндылықтар. Халықты ыстық тамақпен қамтамасыз ету бойынша қызметтер. Тұтынушылардың сегменттері 7-12 жас, 13-25 жас, 26-55 жас. Өзара әрекеттесу арналары өнім жеткізетіндер мен жеңілдіктер туралы келіссөз жүргізу, сатып алуларды азайту және Facebook, Telegram, Instagram, интернет желілері арқылы жарнамаларды көбейту. Клиенттермен қарым-қатынас, сапалы өнімдерден дайындау, бағасын қолжетімді қылу, бәсекеге қабілетті болу, қаладағы клиенттердің сұраныстарын жабу. Кіріс ағыны. Күн сайын асханаға шамамен 150 адам келеді, оны орташа чегі 1200 теңге, күн сайын шығатын табыс 180 мың теңге, ал ай сайын 5.400.000 теңгені құрайды. Ол бір жылдың ішінде өзгеріп тұрады. Негізгі ресурстарға ыстық тағамды және салатта кофе шайлар жатады. Негізгі әрекеттерге менің өнімдерім сапалы өнімдерден тұрады және бағасы қолжетімді. Яғни біздің бәсекелестерге қарағанда қабілетті болады және клиенттердің сұранысына әрекет жасаймыз. Біздің негізгі серіктестеріміз мектеп оқушылары және оқытушылармен және мекеме жұмысшылары. Кіріс шығындары табыс салығы 3-5% құрайды. Әлеуметтік төлем айына 2400 теңге, зейнетақы қорына 6000 теңгеден есептеледі. Коммуналдық шығын тоқ су газы айына 25 теңгеден есептелді. Жеткізу қызметі 10 000 теңгеден шықты және жарнама қызметіне 5000 теңгеге есептелді. Және де шикізатқа 250 теңге, оларға ұн, картошка, жуа, сәбіз, қызанақ тауық еттері жатады. Назарларыңызға рахмет.